Кизенер, біз пүнсірерге әкенен жинымақ көст берербіз. Әке шит ол улуғнан жеп болып шүттіптірлер. Пісін ады жоқты падажын полтырлар, пісін тізінкі чоқтып. Удуртөдір олар қыныз шүржеңнір, удуртөдір тұрызып қабырғадың қайыз шүрерге аз қыныз салғаныр. Менің бабам уғадыдым болған, минаға оқ түйебін, саға кечок менің қады қара датайға жешөрерге қорқыстық болбас. Тіп, уда шоқтан шүржең ады жақ. Кечок арғызын табыс шоқ істіп, аның шоқтан шоғын сағысты тұт шүржең. Бір қати олар тайғаз же паршат қанарында, оларға удур абасық келген. Кизін азақтарыны тұрып алып қысқырсыған. Ады же хабаны көрсалып, нанжызыны бірденемі шоқтабин ағас үстіне сығып алған. Кечок абаны кенетін көрсалған. Ағас үстіне сығарға маңнан мен ол аңдарыл барып өлежік болы бұсқан. Аба аның хырина келіп, ибіріш сығылып алып, аны өліктіп саған салған полар же. Позының шолын же тайғазырақ шөрі бұскын. Аба бары бұсқанда ады же қағас үстінің түзіп алып, нанжызының сұрча. Сенің аба шоқтасты ба? Шоқтасқан. Немет фше олсаға? Сен кечок, қағас үстіне тенің бет абырық сықчатқын. База позының натынының ар сағысырап чатқын арғыстан қада қашында тайға чүрбеттем. Анаң пер хакастырның мұндық шоқ кепке кірген болтыр. Обал шоқта нанжыны піл болбасын, қиял шоқта қоншықты піл болбасын.